Екі кішкентай қыз ұрсып жатып, бірі екіншісіне «Құдай тас төбеңнен ұрсын» деді. Бұл қарғысты титтей бала қайдан үйренді? Бұрынғының әжелері «Құдай төбеңді көрмесін» деуші еді. Сөйтсек, жаман баласын Алла тағала жазаламасын деген жақсы тілек екен. Қазіргі қыз-келіншектерде апалар да қарғыстың атасын қарғанып, қалғанын сериалдардан үйреніп жатыр. Зұлымдық пен зияндық, арамдық пен арсыздықты үйрететін киноларды көрмей-ақ қойсақ игі еді. Бізге бір келіншек жылап келді. Жас кезінде құрбысының дос жігітін қызғанып, 10 байға ти деп қарғаған айтып еді. Содан некеде бақытты болмай келеді екен. Қарғыстан құтылудың жолын сұрады. Ұстаз Арман Қуанышбаев тахажуд намазын көп оқып, көп садаға беруге кеңес берді. Ұстаздың бұл кеңесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне негізделеді. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айт намазына жиналған жамағатқа қарап: «Ей әйелдер жамағаты, Алла жолына садақа беріңіздер, және де Алладан кешірім тілеп көп тәубе етіңдер» деді. Өйткені мен жаһанам отында басым көпшілігі әйелдер болғанын көрдім. Сонда араларынан бір әйел шығып: «Неге тозақ отының көпшілігі әйелдер екен? Біз не жаздық сонша?» дейді. Пайғамбарымыз сонда тұрып: «Жаман сөз, лағнет, қарғыс ауыздарынан көп шығады, және күйеулеріңе қайырсыз, қанағатсызсыңдар» деп жауап берген. Кей қарғыстар қабыл болғанымен, қарғанған адамға сынақ болып қайтуы бек мүмкін. Біреуге тілегені өз алдынан немесе ұл қыздарының басына келген жағдайлар жетерлік. Өйткені періштелер әрдайым әмин деп тұрғанымен, тілегінің сағанда болсын деп тұратынын ұмытпауымыз керек. Алла тағала қасиетті Құранда дұшпанның жазасын беруге және қарғауға асықпай, бір өзінен жәрдем тілеуге бұйырған. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның кәпірлердің көрмеген қорлығы, естімеген қарғысы қалмаса да үндемеген. Өйткені куәлікке Алла тағала жеткілікті. Қанша қарғасаңыз да бәрібір жазалап жарытпайсыз. Ал Алла тағалаға тапсырып қойсаңыз немесе кешіре салсаңыз, өзіңіз үшін игілікті болады. Қыз-келіншектерді ешқашан ешкімді, яки адам баласында, жаратылыстағы мақлұқтарды да қарғамауға шақырамыз. Жаббар иеміздің жаратқандарын қарғап сілеуге әсте болмайды. Қияметте құмырсқада өз қақысын сұрайтын еске саламыз. Хақ тағала білмегенді кешіруші, ал естігеннен кейін ескерту міндет болып қалады. Әйел әдемі рухани сұхбат өткенде, Қарашық ауылының ханымдарына облыстық мешіттің баспасөз хатшысы осындай тақырыпта насихат айтты. Әйелдердің ерін сыйлауға, оларға оңбайсың, адам болмайсың деп айтпауға шақырды. Оңбайсың, адам болмайсың деп тұрса, ондай қарғыс естіп жүрген ер қайдан оңсын, қайдан адам болсын деген ой тастады. Ер кісіге тілеулес жар болудың екі дүниедегі жақсылығын айтты. 500-ден астам Қарашықтың ханымдары келген еді. Рухани сұхбаттың жалғасын сұрап, редакцияға қайта-қайта хабарласып жүр. Алла тағала баршасына разы болсын. Отбасыларына бақыт, береке берсін. Ризашылығымызды білдіреміз.